Сәлем балалар! Алақай, бүгін желтоқсанның 30-ы. Ертең жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. Сим, әкеме барып Аяз атаға қоңырау шал деп айтайықшы. Ол бізге қандай сыйлық керек екенін білмейді ғой. Әкешім, Аяз атаға қоңырау шалыңызшы. Маған қуыршақ, ал Симға доба кеп берсінші. Қызым, Аяз атаға қоңырау шалу үшін артикуляциялық жаттығу жасау керек. Балалар, сендер маған артикуляциялық жаттығуларды жасауға көмектесесіңдер ме? Олай болса, апайларыңмен бірге артикуляциялық жаттығуларды жасаңдар. Көмектескендерің үшін көп рахмет, балалар. Әкешім, балалар артикуляциялық жаттығуларды жасады. Ал енді сіз қоңырау шаласыз ба? Жарайды, қызым. Аяз атаға хабарласайын. Алло, Аяз ата екен? Тыңдап тұрмын. Аяз ата, бұл Сараның әкесі. Менің қызыма жаңа жылға қуыршақ, ал күшігімізге доп керек еді. Жарайды, жазып алдым. Ертең алып барамын. Балалар, мен Сараға баруым үшін шанаға мінуім керек. Ал шана болса ауыр. Оны далаға шығаруға көмектесесіңдер ме? Олай болса, деп айтыңыздар. Рахмет үлкен, сендердің арқаларыңда шананы далаға шығардым. Шанамызды жүргізу үшін бірге ән салайық. Тілді төмен ша-ша-ша, біздің шана тамаша. Тілді жоғары ше-ше-ше, астында бар көрпеше. Қызым, бізге жаңа жылға дайындалу үшін бір нәрсе жетпей тұр. Не екенін білесің бе? Жоқ, әке, білмедім. Олай болса, келесі суретке қара. Балалар, бұл не зат екенін білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар, бұл шырша. Әкешім, біз шыршаны қайдан аламыз? Шыршаны, қызым, дүкеннен аламыз. Бәріміз бірге дүкенге барып шырша алайық. Алақай! Міне, қызым, дүкенге де келіп қалдық. Әкешім, шыршаны тезірек алып үйге қайтайықшы. Жоқ, қызым, асықпа. Алдымен ш дыбысын сөздердің басында машықтандырамыз. Ол үшін осы дүкендегі ш дыбысынан басталатын сөздерді ата. Балалар, маған тағы да сендердің көмектерің қажет болып тұр. Айналадағы заттардың қайсысы ш дыбысынан басталады? Дұрыс. Шырша, шар, шалма. Қандай ақылдысыңдар. Сендер тапсырманы жақсы орындағандықтан мен шыршаны алатын болдым. Әке, біз шыршаны үйге қалай алып барамыз? Бізде көлік жоқ қой. Иә, қызым, дұрыс айтасың. Онда көлікті көмекке шақырайық. Сәлеметсіздер ме? Сәлем, көлік. Бізді үйге дейін жеткізесің бе? Иә, жеткізейін. Бірақ менің сендерге беретін тапсырмам бар. Сол тапсырманы орындаған кезде ғана үйлеріңе жеткіземін. Тапсырмада ш дыбысын сөздердің ортасында машықтандырасыңдар. Балалар,
Тапсырмаларды орындаймыз ба? Балалар, көліктің бірінші тапсырмасы. Мына заттардың қайсысын жаңбыр жауғанда қолданамыз? Дұрыс, қолшатыр. Мына заттардың қайсысын қырқуға қолданамыз? Дұрыс, қайшыны. Ал қайсысы заттарды кесуге арналған? Дұрыс, пышақ. Жарайсыңдар. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Сол үшін сендерді үйлеріңе дейін жеткіземін. Рахмет, көлік. Сау бол. Сау болыңдар. Жаңа жылдарыңмен. Шыршаны алып келдік. Енді қандай жұмыс қалды? Әкешім, үйді безендіріп, Аяз атаны күтіп алуға дайындалмаймыз ба? Дұрыс айтасың. Сен үйді безендіре бер. Ал мен балалармен ш дыбысын сөздердің соңында машықтандырайын. Балалар, мына заттың не екенін білесіңдер ме? Дұрыс, бұл тоңазытқыш. Ал тоңазытқыштың көпше түрі қалай болады? Дұрыс, тоңазытқыштар болады. Ал мынаның не екенін білесіңдер ме? Дұрыс, балалар, бұл пеш. Өздерің қандай ақылдысыңдар. Сара, біз балалармен тапсырманы орындап жатқанда, сен үйді әдемі безендіріпсің. Аяз ата жақын арада келіп қалар. Терезеге қарап күтіп отырайық. Балалар, мен Сараның үйіне жақындап қалдым. Сәлем, Сара. Мен сендердің сыйлықтарыңды алып келдім. Алақай, рахмет сізге, Аяз ата. Ал, Сара, мінеки сыйлықтарың. Ала қойыңдар. Рахмет, Аяз ата. Сыйлығыңыз өте керемет екен. Оқасы жоқ. Жақсы балаларға жақсы сыйлықтар алып барамын. Балалар, сендерге де Аяз атаның жақсы сыйлықтар апаруына тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңдар.